Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін біз міне пляждағы көпқа оралдық. Бүгін бізде өз өнерін көрсететін легенда аппараты, Nokta Makro легенда аппараты, және де зубр күрегі, және де мен, Ерболат, 6-шы орнасы. Так, бізде бүгінгі бірінші табыс міне 20 теңге. Қазір көрсетейін. Фокусировка. 20 теңге. Короче, жылы көрінбейді. Дей салайық. Жылы маңызды емес шығар. 20 теңге. Қазір жалғастырамыз міне. Осындай жерге келіп қалдық. Іске кірсейік. Достар, қараңыздар, бізде керемет табыс. Мен басына мына пляж режиміне қойдым да, шамалы іздеп көрем. Что-то түсінбедім. Енді қайттан өзім үйреніп қалған поле режиміне қойдым да. Бірінші сигналды қазып қалам, қараңыздар. Қараңыздар. Потолок салмақты сырға шықты. Өте әдемі дизайн. Қазір қақ көрейік топырақ. Күміс па, күміс емес па, күміс сияқты. Достар, анау ішінде проба бар сияқты. Қазір мен әрлежейін. Үшін көрінбейді. Бижутерия сияқты негізі. Көреміз енді. Жалғастырамыз. Осындай жақсы табыстар отса, видеоға түсіріп отырам. Әзірге қақпақпен қоқыстан басқа ештеңе тауып жатқан жоқпын. Міне, бірінші табысымыз. Міне достар, көзбен тауып алдым. Қиынды, қараңыздар. 10 теңге, 18-ші жылғы. Бізге міне жүретін магазин келіп қалды. Және мен горилла сатып алдым. Күн ыстық болып тұр. Шамалы шөлімізді баса алайық. Әзірге табыс осы. Достар, қараңдар. Әлі өз көзім сенбей тұрмын. Қараңыздар, не тапқанымды. Ал, бисмиллах, не екен бұл? Йо-майо, достар. Қараңдар. Да-да-да-дай. Мәссаған, салмақ ауырлы. Ауырлау. Мәссағаннан қараңыздар. Алтын болып шықса дұрыс болар еді. Ал, бисмиллах, деп көрейік жаймен. Да-да-да-да. Кәні. Пробасы бар ма екен, көрейік. Әрине, бұл бізде бижутерия болып шықты. По-моему, андай XP деген сырға болу керек. Алтын жалатылған. Қауы, қараңыздар, салмақты сырға болып шығатын еді, алтын сырға болып. Проба көрінбейді. Және міне жерлерінде кішкене краскасы кеткен. Так что жылтырағанның бәрі алтын емес. Әрмен қарай жалғастырамыз. Алтын болғанда қатып кетер еді. Міне достар, тағы да бір сырға тауып алдым. Көзбен тауып алдым. Міне тура жердің бетінде жатыр екен.
Бұл да бізде бижутерия сияқты, бірақ алтын түстес екен. Алтын жабатылған. Арзан металды сырға. Достар, міне мынанша мусор жиналды. Қоқыс. Осыны тігіп кететін болам. Потолок, достар, қараңыздар. Бізде жақсы сигнал болды. 40-тан жоғары қылып. Қараңыздар. Опа. Міне. Күміс. Жүзік. Қараңыздар. Сүртсем. Жылтырап отыр ғой міне. Ес. Күміс бар. Керемет табыс. Көп болды бұлай табыс таппағалы. Керемет. Бізде міне күн батып кетті. Және бізде керемет табыс. Бұл әрине міне. Печатка бізде қазір көрдіңіздер ме? Керемет печатка шықты. Күміс болуы мүмкін, тазалау барысында білетін боламыз. Әзірге жап-жасыл болып таттанып кетіпті. Бұл сигналы міне бізде. Қырық-тырықтар. Керемет. Осылай форматта түсіретін болам ендігіден бастап. Сол себептен айып етпеңіздер. Осы форматта маған ыңғайлы болып тұр. Міне достар, бізде екінші күн. Кеше сағат 4-терде келгенбіз. Бізде бүгінгі бірінші табыс. Арзан металл. Бүгінгі режимді көрсетейін міне. Поля режимі. Частота М3. Чувствительность 30 тұр. Достар, міне қараңыздар, бізде әдемі сигнал. 42 деп. Және мен іштей сезіп тұрмын, бұл бізде күміс болу керек. Пинпойнтерді қосылар. Бұл бізде қорғасын екен. Домалақ. Қорғасын емес, домалақ бірдеңе. Достар, бізде 50 деген сигналмен. Қараңыздар, күміс сақина. Обручальный екен. Керемет. Керемет табыс. Достар, қараңыздар. 19 деген слабый сигналмен. Мына жерден қасып қалдым былай қарай. Қараңыздар, жылтырап тұр. Ал
бисмиллах деп алып көрейік. Ох ты. Бәрекелді. Алтын болып кетсе қат көтереді. Үрлеп жіберейік. Міне, сырға. Бірақ алтын ба алтын емес па, біле алмай тұрмын. Алтынға да ұқсап тұр. Арзан металға да ұқсап тұр. Проба ештеңе көрінбейді. Қазір тазалап алайын. Достар, біз түскі ас ішіп алдық та, ізге кірістік, және бізде осындай бір значок шықты, мотор бренд деген. Кім біледі не значок екен, пікірге жаза кетіңіздер. Әзірге менде Қазақстан теңгелері ғана шығып жатыр. Ал іздеуді жалғастырамыз. Достар, міне енді қайтсақ па деп жатқан кезде бізде сақина шықты. Қазір көмір қалдан арақ қойып. Осындай бижутерия, яғни арзан металды сақина. Міне достар, 2 күндік қорытынды видеосын түсірейін деп жатырмын. Кеше біз сағат 4-терде келдік, кешкі. Және де кешкейін іздеп, бүгін азаннан міне кешкейін іздеген табысым. Қазір міне бізде осындай бір заттар, түсініксіз самаурынның бөлшегі ма деп ойлаймын. Және осындай шарик, мындай эмблема, және де мұнаншама Қазақстанның теңгесі. Уже дат басып кеткен. Осыншама Қазақстан теңгесі. Және де бізде шаш қыстырғыш, мынандай. Және осындай жеке бұйымдар. Мынау сырға алтын жалатылған. Алтын жоқ, жай ғана солай айтылады солай. Және осындай алтын деп ойлап қалдым, осыны шығарған кезде. Бұл бізде арзан металл, сырға, алтын емес. Және міне тағы да сондай сырға. Осын бізде осындай сырға. Бұл күміс болу керек. Әрине бұл күміс бізде. Пробалар оқылады.
көрініп тұр, 925. Күміс сырға және күміс неке жүзігі, және осындай бижутерия, арзан металл сақина, және де күміс ерлерге арналған жүзік. Мен ойымша ол да пробасы көрініп тұр, 925. Жақсы күйде. Және мына жүзікті әлі металы белгісіз. Мыс болуы мүмкін. Может, судың ішінде ұзақ жатқан күміс болуы да мүмкін. Осылай татпасып кеткен. Бұны енді тазалап бірақ білеміз. Осы бүгінге алтын бұйырмады бізге. Сонда да көңіл күйіміз түсірмейміз. Бізде керемет күміс сақиналар бар есесіне. Міне осыншама табыс. Есесіне табиғатта, таза ауада жақсылап демалдық. Сіздермен болған Нокта Легенда және Алтын шоу арнасы, және де мен Ерболат мырза дей. Осы бүгінге. Қазір тағы да шамалы іздеп көрем мына жақтарды. Сіз жақсы табыстар болса түсірем, болмаса видео осымен аяқталады. Видеоға Equinox 800. Күндік табыс. Бәрі күміс пен бижутерия. Алтын жоқ.